Сәлем достар, сіздермен бүгін әп-әдемі осындай пончиктар жасайтын боламыз. Ол үшін жылы сүтке бір қасық дрожжи саламыз. Оның үстіне сахар салып, жақсылап араластырып, 15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Он 15 минут өткен соң алып, үстіне бір жұмыртқаны салып, және 400 грамм ұн салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысатындай болады. Сосын оның үстіне бөлме температурасындағы майды алып, жақсылап илейміз. Илеп жатқан кезде маймен ыңғайсыз болуы мүмкін. Сол кезде қалған 50 грамм ұнды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илеу керек. Қамырымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін алып, оқтаумен осылай жайып, дөңгелек стаканмен немесе бокалмен кесіп формасын шығарып аламыз. Пончиктарымызды кесіп алғаннан кейін противеньге салып, арасын алшақ қоямыз. Жарты сағатқа көтерілуге қоя тұрамыз. Пончиктарымыз көтерілгеннен кейін алып, бетіне жұмыртқаны жағып, духовкада жарты сағатқа немесе 40 минуттай пісіріп аламыз. Пончиктарымыз піскеннен кейін алып, сливки мен шоколадты микроволновкада ерітеміз. Содан кейін пончиктарды шоколадқа батырып видеодағыдай қоя береміз. Әдемі болу үшін бетіне посыпка немесе осылай кокосовый стружка сепсеңіздер болады. Пончиктарымыз дайын. Ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.